Мен олардың әділетсіз істерін кешіріп, күнәләрін енді қайтып есіме алмаймын. Иеремия пайғамбар жазбасы 31-ші тарау 34-ші аят. Егер біз Құдайды шынымен білсек, күнәләріміз кешіріледі. Себебі біз оны заңсыздықтарымыздың жанынан өтіп кететін рақымдылықтың Құдайы ретінде білеміз. Бұл біз үшін неткен қуанышты хабар еді. Ал Құдайдың бұл уәдесінің қалай айтылып тұрғанын қараңызшы. Құдай біздің күнәләріміз бен қылмыстарымызды бұдан былай есіне алмауды уәде етеді. Құдай біздің істеген күнәләрімізді ұмыта ала ма? Иә, Құдай оларды ұмытқым келеді дейді, және ол өзінің айтқан сөздеріне жауапты. Ол бізді еш уақытта күнә жасамаған адамдай көргісі келеді. Құнын өтеп азат етудің ұлы құрбандығы біздің күнәләрімізді толық жояды. Сондықтан бұл күнәлар енді Құдайдың алдында жоқ. Адам ата өзінің мінсіздігімен қабылданғандай, бүгінде әрбір сенуші Иса Мәсіхтің әділдігі арқылы мінсіз деп қабылданады. Тіпті одан да артық дәрежеде қабылданады. Өйткені адам атада пендешілік әділдік болса, Исаны қабылдағандар Құдайдың әділдігіне ие болады. Ұлы Құдай бізді жазаламау үшін және жек көрмеу үшін күнәләрімізді есіне алғысы келмейді. Сол сияқты құны төленген күнә да күнә болудан қалады. Осылай Құдай иеде өз халқының жауыздығын ұмытты. Егер біз күнәләріміз бен кемшіліктеріміз үшін қайғырып, өкінсек, бұл тірі тұрған кезде біздің міндетіміз. Бірақ сонымен қатар Құдай оларды еш уақытта есіне алмайтынына да қуанайық. Бұл жағдай біздің күнәні жек көруімізге мүмкіншілік береді. Құдайдың ерікті кешірімі бұдан былай оны бойсұнбаушылығымызбен еш қашанда ренжітпеуге мәжбүр етеді.